Бұрым кесу. Райхан Матаева. Батырларды матап байлап тастауға жетіп жатыр қара шаштың бір талы деп Қадыр Мырза айтқандай, бұрым сұлулық, қыздың бақыты, қыз бұрымын кесу үлкен дау болған. Бұрым кесу өлім жазасымен бірдей. Тәуке ханның 7 жарғы заңында кекпен жаза тарауында бұл туралы жазылған. Нәпсі құмарлыққа салынған еркектің атының құйрығын, ардан аттаған әйелдің қыздың бұрымын кескен. Еркектің атының құйрығын кесу өлген адамға жасалады. Бұл азаматтың ел алдында тірідей өлуі. Кейде мойындарына құрым киіз кигізіп, өгізге теріс қаратып мінгізіп, беттеріне түкірген. Оларға аяушылық болмаған. Кейде жеңіл жүрісті әйелдің үстінен қой немесе жылқын айдап өлтірген. Ал шаш кесуде өлім жазасымен бірдей. Бұрым кесудің арты үлкен дау болғаны белгілі. Ертеде Жырық Найманның қызына Қыпшақтан шыққан бай құда түседі. Арада жылдар өтіп күйеу ұрын келеді. Бір аптадай болған күйеу кетерінде қалыңдығына қыз екен десем, менен бұрын мінілген байтал екенсің деп қыздың бұрымын кесіп әкетеді. Жырық елі жер болып, қызымызды қорлады, сүйегімізге таңба салды деп Қыпшақтарды кінәласа, ал Қыпшақтар оң жақта отырып оймағын сындырған шүйкебасын бұлдамасын деп аға сұлтан Ерденбиге келеді. Ерденби ағайын буынсыз жерге пышақ ұрып тентегіңді тимай, оң жақта отырған қыздың бұрымын кестің, айыбын төле дегенде күйеу жігіт: мен құн төлемеймін, айыбым жоқ, тақсыр, күзесем өз байталымды күзедім дейді. Ерден сөзден тосылып не айтарын білмей қалады. Сыртта отырған Аймырза Ерденнің сөзден жеңілгенін, ертең елдің мысы басыларын сезген ол кіріп келіп: өзенді судың өлгені, үстінен түлкі жортқан соң, еменнің иілгені сынғаны, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені, сен байталыңды танып күзесең, мен айғырма ен салайын деп, күйеу жігіттің бір құлағын шорт кесіп, шұнтитып тастапты. Райхан Матаева. Оқыған Сұңғат Ғазизұлы.